Сәлем, құрметті ата-аналар, оқырмандар. Бүгінгі біздің айтатын тақырыбымыз балалардағы іш өту туралы. Сіздермен бірге терапевт Ержан Самал. Видеоның соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Біз бұл видеода міндетті түрде үй жағдайында қалай емдеу керек екендігі туралы айтамыз. Сондықтан соңына дейін көріңіздер видеоны. Іш өту дегеніміз бұл 24 сағат ішінде нәжістің 3 реттен көп сұйық түрде бөлінуін айтамыз іш өтуде. Іш өтудің себептері өте көп. Олар бактерияға байланысты, вирусқа байланысты, ағзадағы құрттарға, герметтерге байланысты болуы мүмкін. Немесе жақында егерде антибиотик қабылдаған жағдайда дисбактериоз болып, содан іш өтуіне алып келуі мүмкін. Жалпы баланың сапасыз тамақтануынан да болады. Сондықтан іш өтудің себептері өте көп. Енді оның бізде ең қатты қорқатын белгісі бұл сусыздануға алып келу. Сондықтан біз сусыздануға алып бармау үшін іш өтіп, егерде көп іш өтетін болса, сусыздануға алып кетпеу үшін үй жағдайында алғашқы көмекті көрсетуіміз керек. Үй жағдайында біз қалай емдейміз? Үй жағдайында егерде бала емшек еметін болса, оған жиі емшек емдейміз. Емізуіміз керек баланы. Және қосымша табиғи су беруге болады. Сонымен қатар ерітінді электролиттерден құралған, мысалы регидрон деп айтады бұрын, бірақ қазір регидронды беруге болмайды. Не себепті екенін айтып кетемін, видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Сол сияқты ерітінді қосып береді. Егер бала аралас тамақтанатын болса, балаға смесь, немесе тек қана смесь ішетін болса, смесь, қосымша табиғи су және де сұйық тамақ беруге болады. Егерде балада емізген кезде бала емдесе, судан бас тартса, баланың жағдайы нашарласа, баланың нәжісінде қан кетсе, баланың көзі шүңіренсе, және де мына дененің тугыры дейді ғой, мысалы дене тугырын анықтаған кезде бүйтіп теріні бүйтіп ұстап жібереміз. Сол кезде оның жазылуы өте баяу болатын болса, тезірек дәрігерге хабарласып, дәрігерге көрсетуіміз керек. Өйткені бұл сусызданудың белгісі. Міндетті түрде дәрігерге апарыңыз. Өйткені ол жерде баланың не себепті іш өту болып жатқандығын анықтайды. Соған байланысты антибиотик тағайындау мүмкін, егер мысалы бактериядан болатын болса. Антибиотик тағайындайды. Сондықтан балаға электролиттерден тұратын ерітінді құюы мүмкін тамырға. Сол үшін міндетті түрде дәрігерге хабарласуыңыз керек, апаруыңыз керек. Ал біз айттық қой, регидрон болмайды дедік. 2003 жылға дейін алтын стандарт бойынша регидрон болатын. Бірақ регидронның осмолярлығы жоғары деп танылып, 2003 жылдан кейін оны қолдануға шектеу қойды балаларға. Өйткені осмолярлығы жоғары болса, ол балаларда іш өтуді одан ары ушықтыруы мүмкін. Сондықтан оның орнына балаларға регидрон био тағайындайды. Және де биогая деген бар. Сондай ерітінді ол да. Осы ерітінділерді балаларға дайындап беруге болады. 1 литр суға, немесе 1 стакан суға деп айтады. Соның ерітіндісін дайындап беруге болады. Видео ұнады деген сенімдемін. Астына сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер, және де қандай да қосымша дәрі беруге болатындығын видеоның астына міндетті түрде жазамын.